Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сіздермен Заңғарағай 5-ші сынып математика курсының 37-ші сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыбымыз санның пайызын және пайызы бойынша санды табу болып табылады. Балалар, жалпы өмірде пайыз өте көп қолданылады. Мысалы, кәсіпкерлер осы айда менің табысым 20%-ке өсті деген секілді, немесе 30%-ке кеміді деген секілді көп ақпараттар пайыз арқылы беріледі балалар. Мысалы, берілген санның процентін табайық. Яғни жаңағы табыстың қанша процентке өскенін табу үшін қазір берілген санның процентін табуды үйренуіміз керек. Ол үшін бізге екі қадам жасаймыз. Біріншісі, процентті жай бөлшекпен немесе ондық бөлшекпен өрнектеп аламыз. Екіншісі, берілген санды осы бөлшекке көбейтуіміз керек болады. Мысалы, 5-ші сыныпта 30 оқушы бар. Оның 60% қыздар. Енді сыныпта қаншасы қыз бала, қаншасы ұл бала, осыны есептеп көрейік. Яғни 30 оқушының 60%-ын табу үшін балалар 30-ды 60%-ға көбейтемін деп жазып қоямын. Яғни енді бізге осы 60%-ды санға айналдыруымыз керек. Сонда 60-ды пайыз белгісін 60-та 100-ге бөлеміз. Осы бөлшекті есептейтін болсақ 18. Все.